Барлығына сәлем, бүгін осындай шведтік фрикадельки жасайтын боламыз. Икеа дүкен туралы естігендеріңіз болса, ол жаққа тек қана заттар үшін емес, осы фрикаделькидің дәмін көру үшін де барады. Осыны жасап көрейік. Осы тағамды дайындау үшін үй жағдайындағы қарапайым азық-түліктерден жасап көреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 450 грамм майсыз тартылған етті аламыз. Мен жағдайымда кішкене майлы болды, негізі майсыз болған дұрыс. Одан кейін ұнтақталған нан, бір жұмыртқа, кептірілген сарымсақ, петрушка, қара бұрыш және тұз. Барлығын өз қалауыңыз бойынша саласыздар. Бір дана пиязды майдалап турап осылай араластырамыз. Жақсылап бір-біріне бірігуі керек. Одан кейін бір ыдысымызға су құйып аламыз да, қасықпен кішкене ғана дөңгелектер жасап, фрикаделькаларымызды жасаймыз. Арнайы қызған табаға кішкене сұйық май және сары майды екеуін салып араластырып ерітеміз. Үстіне бірден фрикаделькаларымызды саламыз. Қызарған уақытта осылай ауыстырып отырамыз. Бұл фрикаделькалар кішкентай болғандықтан 15 минут қана піскенде жетеді. Дәл осы піскен табаға тауықтың сорпасын, болмаса сиырдың сорпасын құямыз, ол болмаса суда құйсаңыз болады. Одан кейін кішкене тұз даймыз. Оның үстіне 10% клейгей, болмаса қаймақпен де алмастырсаңыздар болады. Үстіне 2 қасықтай ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осындай әппақ түске енеді. Үстіне қара бұрыш сүйбеміз. Кішкене қоюланғаннан кейін үстіне фрикаделькаларымызды қайттан салып бұқтырамыз. Тағы тұра бергеннен кейін осындай қоюлана береді. Үстіне аз көк укроп салсаңыздар болады. Бетін 5 минутқа ғана жауып қоямыз. Қасына кез келген гарнир кете береді. Бұл жерде езілген картоп, фрикадельки шариктері, үстіне соус өте дәмді. Кешкі асқа жеп көрсеңіздер, өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Дәмі маған өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.